Kimene bebek, kimene bebek, kime kamana bebek, kime tamana bet, kimana bet, to my feet, to my farm and a fett. Fuck to my feet, in a salmon and set. Set back to my fallen in the camera clap. Clap to my clamor and jam and neglect. Slow man, I see when I'm a time and neglect. Blue and a blob and I'm a permanent man. Back to my foreman and farming and falling. Forth to my feet, him in a fab and a calling. I want a bear. Алло. Привет, кто это? Жақсы, өзің, кто это? Вечером не знаю, кто это? В Чукотку? Давай в другое место пойдем. Кто это? Хорошо, буду ждать тебя. Кто это? И кто это был? Не знаю. Әселі, сен танымайтын жігітпен клубқа барайын деп жатырсың ба не? Енді ол мен танып тұр ғой. Танымаса номерімді қайдан білет? Сен онда оған WhatsApp-қа жаз, сосын біз оны атын біліп аламыз. Ты кто? Мынау Айбек қой. Чё за? Міне, есінде ма, тойда танысып едік қой, түрі непонятный, қып-қызыл рубашкамен жүрді ғой. Тойда таныстың ба? Мен еще менің невестаның букетін тосып алдым. Букет невесты поймала? Девочки, ол саған үйленгісі келіп жатыр. Сол үшін жазып жатыр ғой. Или делает вид, что хочет жениться. Сам повстречается, а потом бросит. Мүмкін, ол осы уақытқа дейін мен жақсы көрген шығар іштей. Бірақ айта алмай жүрген шығар, соны айтқысы келетін шығар. Ту, қыздар, аспаннан түсіндерші, а? Он тебя просто пригласил в клуб. Солай ойлайсың ба? Мен онда клубқа бармайым деп жазам. Қыздар қайда барасың дейді. Я хочу... Стой! Олдарға садачет етуге болмайды. Кішкене паламайся, цену понабивай себе, өзінше бол, потом соглашайся, түсініп ба? Я. Бір, екі, үш... Бол, кете бер. Мой ответ зависит от того, что ты можешь предложить. Какой адрес? Нет. А можешь забрать? Нет. Я с подругами. А хотя, пускай подождет. Жарайсың, тез үйреніп атсың сен. Ту, Аселя, енді сен осының бәрін жазып отырайын деп атсың ба? Тем более оны қатесі жазу керек, сен орысша қате жазасың барлығын. Содан кейін не қой, сен барлығын бізді отырғанын смайликпен жібере салсайшы. Сосын не, бізбен бірге Айдана отыр, соны тоже жібере сал. Я осыны. Это он, наверное, так шутит. Я это поняла. Селя, у него есть Инстаграм? Түрін көрейікші? Мне достармен клубта отыр. Подожди-ка. Аселя, олардың столында даже кальян жоқ. Ужас. Ты хочешь сказать, что он бесшарашка? Да не, он не бешарашка. Смотри, какая красивая машина. Өтірік ол. А почему обман? Қыздар, өйткені праворульный Гелендваген болмайды. Тем более со значком маты на руле. Ол звондаватыр. Кім? Айбекші? Фу, он тебе на WhatsApp звонит? Бейшарашка, айттым ғой. Алло, слушай, не звони мне больше, понял? Молодец, Аселя. Біз қас клубқа барамыз да, саған мощный жігіт тауып береміз. Как показывает практика семейных отношений, воспитанием сына должен заниматься отец. А вот дочек должны воспитывать мамы. Слышал? Сына должен воспитывать отец. Вот меня воспитывала мама. Знаю вашу маму. А за сына не переживайте. Я мастер своего дела. Әке,
телеарнада жүргізушілерге кастинг болып жатыр екен. Так, Менің какой-то қатысқым кастинг. келеді. Он хочет участвовать. Ол үшін резюме толтыру керек. Так, резюме. Так что тебе резюме, что ли, нужно написать? Да папа сейчас тебе такое резюме напишет. Сразу в Акарду возьмут тебя работать. Понял? А что ж ты сам туда не устроишься? Некогда мне. Сына воспитывать надо. Первое. Пиши фамилию, имя, отчество. Түсінбедім. Ага. Тегі, есім, әкеңнің аты? Ну что за бред, Танюш? Ну как я ему объясню? Не знаю, ты же мастер своего дела. Давай, переводи. Короче, сен, мен, ата, паспортный стол под одной строкой. Ну, Ема. весь в меня. Вот умница, а? Молодец. Дата рождения. Сейчас это долго будем переводить. Дай-ка я лучше сам напишу. Быстрее будет. Знание языков, сынок. Түсінбедім. Білім. Қанша сен білім? Білімге қанша рет тіл шығардың дейсіз бе? Негізі мен сабағымды жақсы оқимын. Сынок, давай дальше ты сам пиши. Ага. Казахский. Принципиально. Русский. Со словарем. С родителями. Английский через интернет. Опыт работы. Робот апат болды дей ма? Сейчас. А тәжірибе жұмыс какой у тебя? Тәжірибелік жұмыс. Кеше биология сабағынан жасадық. Сыныппен жапырақ кептірдік. Так, сынып, ломайся. Жапырақ, листья. Кеттірдік. Сушили. Листья. Сломки сушили. Мне кажется, этого писать не надо. Серикбол, напиши. Коммуникабельный, пунктуальный, ответственный. Жаздым, ол не? Ну, не знаю. Мне кажется, без этих слов резюме будет неполноценным. Да погоди ты. Сынок, ты что, правда листья сушил? Надо поговорить. Әке, резюме болды. Ага. Енді собеседование. Ну, здесь я тебе не помощник. Собеседник у нас это мама. Следующий. Здравствуйте. К вам на собеседование талантливый юноша. Саламатсыз, кірсем бола ма? Что за неуверенная мышь? А ты что, знаешь уверенных мышей? Смотри, как надо. Серикбол, за мной. Ладно. Встречайте, наш новый сотрудник. Заходи. Эх. Кір. Саламатсыз. Мені мәке жіберді. Осы жерге жұмысқа кірем. А тебе не кажется, что он слишком наглый? В современном мире по-другому нельзя. Конкуренция сожрут. Ну-ка, прочитай-ка текст. А теперь, крутые, собирайте бумажки. Это еще почему? Да потому что вы только что в клочья разорвали резюме. Ну ты переборщила, что я не говорила об этом. Писали 3 часа. Папа, мама, танысып қойыңыздар, Салима. Үйленсек ба дейміз, әрине сіздердің рұқсаттарыңызбен. Мен не деймін? Бақытты болыңдар, рұқсатымды бердім. Ей, отыр, қайда бір жатсың? Не келін кесе ылғи мен сөйлеп жаманатты боламда тұрам ба? Сұрақ қоясың, отыр. Руың кім? Арғын. О, міне, қандай керемет. Келін алсаң арғындан ал. Бақытты болыңдар, е. Қайда кеттің, отыр дейм саған. Енді сұрақ қойдың ба? Келіннің кастингіне енді бүгіннен бастап сен де қатысасың. Сен бүгіннен бастап комиссия мүшесісің. Немене мәз болып тұрсыңдар?
Қонуға ерте әлі. Отырыңдар енді тұра бересіңдер бақақши. Май қызметкерімін де. Май қызметкерімін де. Сәлем салу білесің бе? Әй, андағы сәлемді генералдарға саласың. Андағы сәлеміңді? Құш, өзің туралы айтып берші маған. Генерал Ене, сіздің келін керек деген бұйрығыңызды естіп келіп тұрмын. Шенім аға лейтенант. Аттестациядан жақсы өттім. Жоқ, сен менің аттестациямнан әлі өткен жоқсың. Мен сенен үйде жүру ережесін сұрайым. Мәселен ки, ана кіреберісте екеуміз кездесіп қалдық. Бет. Сонда кім бірінші өтеді? Сол жақтағы адам. Дұрыс емес. Енең бірінші өтеді. Үлкен адамды сыйлау керек. Екінші сұрақ. Мына қайнатаның жасыратын жоқ, айда жылда бір аузынан спирттің иісі шығатыны бар. Рас қой? Сондай жағдайда қолыңа түсіп қалған кезде келінжан, не істейсің қайнатаңа? Енді ақырын алдап, ұйықтатып тастаймын. Ой, жарым айналайын келін. Көрдің бе сыйлайды ғой? Дұрыс емес. Ондай жағдайда қайнатаны апарып, Испанияға бір күнге қамап тастау керек. Иә, сөйт, қамап таста. Нақсы сөйтеді. Лай, үй шаруасына қалайсыз, білесің ба? Енді барлығын білем деп айта алмаймын, бірақ басында стажировка болады ғой, 3 ай. Курс молодой келінки. Сол кезде үйреніп алам. Мә, стажировкаң басталды. Ей, не істейін деп атсың? Әкел, үстірспамнан, мә. Олай емес. Бұлай. Хайттыва. Алло. Мұнда келіңіз. Қора болды мұнда, қора. Қазір. Сізге. Сөйлеспеймін. Бас екен. Аға лейтенант Исмаилова. Жу енді жақсы келістік жіберем. Әй, мұнаның келістік деген несі? Келін деген қызметін адал атқару керек. Қарағым-ай, үй шаруасына жоқ екенсің, ә? Мен сені келін қылып ала алмайды екем. Тәте, енді қазақпыз ғой, келісейікті? Әй, сен не? Ене қызметкеріне пара берейін деп отырсың ба? Ендеше мені тыңдап ал. Алда жалда осы үйге келін болып келіп қалып жатсаң, таң сағат 5-те тұрасың, шайымызды бересің, ыдысымызды жуасың, жинайсың, үйді сыпырасың, кірді жуасың, оны үтіктейсің, оны бүктейсің, оны шкафқа саласың. Кешкісін тағы да тамақ істейсің, тамақтан кейін менің аяғымды уқалап жатқызасың. Содан кейін тағы да бір дүркін бәрімізге шай бересің, қысқасы 4-те жатып 5-те тұрасың. Мәссаған. Кешіріңіз, мен келін бола алмайды екем. Жұмысым көп екен. Әй, аға лейтенант, тесініп қалдың ғой. Әне, есік. Бара бер. Сол жақта. Сендер мен кім екенін білесіңдер ма? Сендер мен неге тоқтатасыңдар, а? Сендер a**дарын шығарам, құрттам сендер, жоқ қылам. Ол, неге тоқтатасыңдар? Брат, сен ешкім тоқтатқан жоқ. Сен ешкім ұстаған да жоқ. Өзің келіп кірдің мәшінеге. Удостоверение көрсет, ішіп ағасың, біздің мазамызда отырсың ғой, брат. Үндемей отырып қой өзіміз болғаннан кейін. Қойш, мен сонда өзің кіріп осы удостоверение көрсетіп жатырмын ба не сонда? Өзің кіріп көрсетіп жатсың ғой, брат. Ешкім ұстаған жоқ қойсын. Брат, ренжімеңдер, 2-3 күн болды, жуып жатырмын, 2 удастап. Болды, брат, 3 күн тағы. Жақсы онда, давайте. Все, давай. Брат та жу. Кім сондай блатной ма? Не деп жазып тұр? Білмеймін. Сырты қызыл болғандықтан кесіп бере салдым ғой. Бізде бізде действительно. Ладно, қой. Бас қатты болса аяғы тәтті болады, жұмыс істейік бар.
Тоқташы, ініме. Аға лейтенант Қарымбаев, құжаттарың, техпаспорт, страхование, огнетушитель, аптечка, бәрі бар, сенде білем көріп тұрып, болып кете бер. То есть өте бер, кете берші, болды. Қалада, тонировкамен жүру заңсыз екен білесің ба? Фамилия? Не қылайын деп ең оның? Ашына терезең. Душқа түсіп атсың ба, не істеп атсың? Или түрің онша емес па? Екі әмір, одан да көп әмір бе саған не? Саған саулығыңыз тілейм аға. Саулығыңыз тілейм. Не болды, лейтенант? Денең суып кетті ғой. Душқа түсіп су, салқындап екен. Жаңа не дедіңіз? Түрің онша емес дедің ба? Бірдеңе дедің ғой жаңа? Ой, қойыңыз аға, мен өйтіп айтқан жоқпын. Балдарға айттым, орат сәмін. Солай ма? Бәсе айтпесе чуть-чуть ефрейтер болып кете жаздым. Жақсы аға, сау болыңызшы. Көге корчик іздеп атқан жоқсы ба? Түсіндім, жаңа бірдеңе іздеп атқандан ақ түсіп қойған ба? Болып жүре. Қоғамдық жерде ондай жасауға болмайды ғой. Сен бәне маған қоғамдық жерде туралы әңгіме айтатыны? Мен әргі номер жазып кеткем кеше өшіп қалған ойдым. Кет авайым. Қолын қайырып обезьян кәп кетеме. Ақма? Өзіміз ғой. Қайдағы өзіміз? Өзіміз. Қайдағы өзіміз сен не? Құжаттарын көрсет да жүр болмаса не камераға. Братан, операция болып жатыр. Не пали форму, иди отсюда быстро. Не бәле? Бәрі органда істейтін болған ба не? Дым қол жүрмеді ғой. Мына ДВД-дан басқа жаққа барып тұру керек еді, қасына кеп тұрып алды. Кеп, көрсіп еді, водоканал жаққа айдаш. Ол жақта не бар? Квартплатаны жабамыз, ақмақ. Жігіттер, сендер кім екенін білесіздер ма? Мәке, не істедің? Өзіміз ғой? Енді сол өзіміз болғасын бір дем алып деп атым. Dostlar, bugün біздің ауылда дискотека. Бүгін біз сауна сіздерге YouTube каналдан көрсетеміз. Ауылда қалай дискотека болады бізде. Не oldu сайлау ұқсап кейін опсың ғой? Кимена бекті көрі, кимена бек. Ана бейші, ана. Сайлау ұқсап кейін оп. Ән айтсам болды. Әдем қыздармен сурет кетсем де ойлайсың ба не? Не киім мынау? Галошты атам киіп кеткен тұғын ғой. Кенсейді қалағана кесін деді тапым. Енді шығарсана көлеңнің сыртына сау болмай. Шығарып ойын ба? Шығар. Сүндеттерген кезде көлеңіңді әлі киіп жүрсің ба? Не түңгіп тұр ей? Бол, тоқта. Мен өзім киіндірем сен. Бірінші ереже. Дискотекаға барған кезде бірінші қыздар киіміңе қарайды, білесің ба? Қош. Жүр киіміңді осырып. Достар, үстіңе спортивка кигенімен астыңа трико киіп жүрге болмайды. Әйтпесе братандар көрсе жұмсай жібереді. Бірақ данчо жақ чорт болсаң, любой жерде кете бересің ғой. Не айтып тұрсың мен? Нормально, брат, смело жүр. Бол. Чорт екенін білдірмеймін, ақма. Бол, киімің дайын, нормально. Енді шаш үлгісіне кетеміз. Жылы суға шамалы қант қосамыз. Ұғыт, міне. Дайын лак. Қатты ма? Қатып кетті. Болды. Онда дискотека басталды, біз сіздерге қалай билеу керектігін көрсетеміз.
шығару үшін көп себеп қажет емес. Өткенде Данчо сияқты біреудің иығынан қағып кетсең болды. Ертесін зайлене жазып зайчик болып жүре бересің. Бол. Жалпы негізі дискотекада тыныш жүрген абзал. Мысалы 92-лер десең 91-лер таптап кетеді. 91-лер десең 90-дар келіп таптап кетеді ғой. Сосын төбелесе таяқ жеп қалатын болсаң, полицияға заявление жазудың қажеті жоқ. Өйткені участковыйдың өзі 87-тегі баға братан. Достар, біз дайынбыз. Кеттік, дискотеканы шайқап қайтайық. Ойбай. Сен не үшін ұрды? Тайсонның қызымен билегем ғой. Қош, терминаторсың ба сен? Қалай духың жетіп жүр? Ол просто басқа қызбен билеп атқан ғой. Сөйтсем қақтан биле, қайырмасына ғана биле дейін ғой. Кеп қалды. Саған не болды? Мен вроде ешкіммен билеген жоқ. Ақайлығын да жоқ. Магазиндеріне барып кеп жүрмін. Білмеймін ол. Чорт екенін біліп қойдың ба? Айбай.